Бірде Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен келе жатады. Алдыларынан бір кісі шығып, Абу Бакрды балағаттап, ұрысып, жаман сөздер айтады. Сонда пайғамбарымыз жымиып күлімсіреп қарап тұрады. Әлгі кісі Абу Бакрға сен пәленсің, сен түгенсің, сен андайсың, сен мұндайсың деп біраз сөйлейді. Сонда да пайғамбарымыз жымиып қарап тұрады. Жаңа кісі сөйлеп болған соң Абу Бакр жауап бере бастайды. Сонда пайғамбарымыз ана жерден кетіп қалады. Барлығы біткен соң сахабалар бірден пайғамбарымыздың артынан барып, я Расулулла, я Алланың елшісі, бізге жаңағы жайтты түсіндіріп беріңізші дейді. Біз керісінше сіз Абу Бакрды ақтап алады деп ойлап едік. Өйткені сіз оны жақсы білесіз, сіздің жақын досыңыз. Ана кісі сөйлеп жатқан кезде сіз жымиып күлімсіреп қарап тұрдыңыз. Ал Абу Бакр жауап бере бастаған кезде сіз кетіп қалдыңыз. Соның сыры неде деп сахабалар сұрайды. Сонда пайғамбарымыз ол кісі сөйлеп жатқан кезде Абу Бакрдың үстінде періштелер тұр еді. Ал Абу Бакр жауап бере бастаған кезде періштелер кетіп қалды. Періште жоқ жерден мен де кеттім деген екен. Егер сізді біреу балағаттап жатса, әсіресе ораза айында жамандап жатса, ғайбаттап жатса, оған мән бермеңіз. Өйткені сізді өзіңізден артық ешкім танымайды. Мұхтар Әуезовше айтқанда, мені ит қапты, мен итті қапсам, адами аузымнан не қасиет қалады деген екен. Оразаларыңыз қабыл болсын ағайын.